Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alamin. Salatan ve selaman alal Habibil Amin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өміріне арналған сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ өткен сабақтың жалғасы. Ажар анамыз бен Исмаил алейхиссалам Зәмзәм суына тап болғаннан кейін айттық, төбеде құстар келе бастады су ішуге. Сол жерде құстарды көрген, өтіп бара жатқан араб тайпаларының бір тайпасы, ол Жүрхум деген тайпа еді дейді. Сол Жүрхумның азаматтары көріп, мына жерде бұрын құс ұшпайтын деп айтады дейді. Мына жерде бұрын құс ұшпайтын, демек бұл жерде су бар сықылды деп айтады дейді. Сонымен жаңағы адамдарын жіберіп барып, шынымен де қараса, әлгі жерде су атқылап ағып жатыр. Ажар анамызбен омырауында емізулі Исмаил алейхиссалам жатыр дейді. Осылайша сол елдің азаматтары, жаңағы Жүрхумның бір топ жігіттері келіп, судан несібелерін алуға рұқсат сұрады дейді. Сонда Ажар анамыз өзі андай ашық, кеңпейілді кісі болған дейді. Оларға рұқсат берді дейді. Судан ішуге рұқсат берді, бірақ бұл жердің билігін сендер иемденбейсіңдер деп айтады дейді. Тек сендердің несібелерің судан ғана болады деп келісті дейді. Осылайша екеуі келіскеннен кейін Жүрхум тайпасының халқы сол жерге келіп, Меккенің жаңағы Ажар анамыз отқан жерге келіп қоныстанды, олар көбейе бастады. Сол кездерде Исмаил алейхиссалам ер жетіп, үлкейіп өсе бастады дейді. Енді осы жерде Жүрхум деген кім? Соған тоқталып өтейік. Жүрхум тайпасы арабтардан болған 4 пайғамбар деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, соның бірі Худ алейхиссалам. Худ пен Қахтанның арасында 2 ата болған дейді. Бұл Худтың қауымын Аллах тағала жоқ қылып жіберген. Жер бетінен жоқ қылып жіберген Худтың қауымы мына Йемен жерінде өмір сүрген. Сол Худтың қауымынан қалған бірең-сараң арабтардан Қахтан бар екен. Соның немере шөберелерінен кейін Қахтаннан 2 ұл тарайды дейді. Оның біреуі Яғруб, екіншісі Жүрхум дейді. Жүрхум, мінекей, бүгінгі жаңа біздің кейіпкерлеріміз Жүрхум тайпасы демек кімнің балалары екен? Худ алейхиссаламға тіреледі екен. Бұларды тарихта арабтар, немесе тарихшылар арабтарды жалпы 3 топқа бөледі. Біріншісі арабул бадиа дейді. Жоқ болып кеткен арабтар дейді. Жоқ болып кеткен, яғни Алланың азабына ұшырап, апатына ұшырап жоқ болып кеткен арабтар. Сол жоқ болып кеткен арабтардан қалған бірең-сараң тайпалардан шыққан тайпа Жүрхум тайпасы екен. Екіншісі арабул ариба дейді. Арабул ариба деген сөз араб, таза арабтар деген. Таза арабтар. Таза арабтар кімнен тарайды? Қахтанның ұлы Яғрубтан тарайды екен. Яғрубтың ұлы Яшжоқтан, Яшжоқтың ұлы Сәбадан және Кәһләннан тарайтын ұрпақты таза арабтар деп айтады екен. Енді мен мына жерде Хузаа деген, мына Кәһләннің ұлын, Хузаа деген ұлын әдейі белгілеп қойдым. Қазір біздің сабағымыздың негізгі өзегі осы кісілер болады. Жалпы осындай. Сонымен Ибрахим алейхиссалам бала Исмаилдің жас күнінде Ажар анамызға келіп кетіп тұратын дейді. Өйткені ол қаяқта еді? Шам жерінде еді. Палестинада қазіргі Халил деген жерде. Сол жерден келіп кетіп тұратын дейді. Бала Исмаил ер жетіп балиғатқа толған шағында сол Жүрхум тайпасында не істеді дейді? Жүрхум тайпасында өсіп ер жетіп, сол жерден араб тілін үйрене бастады дейді. Ананың арасында өскеннен кейін бала күнінде не істеді? Араб тілімен сөйлейтін болды дейді. Содан кейін балиғатқа толған сәтінде сол елдегі Жүрхум тайпасының, Меккеде қоныстанған Жүрхум тайпасының басшысы Саад деген кісінің Харра деген қызын алады екен. Саад деген кісінің Харра деген қызын алады. Екеуі некелескеннен кейін Исмаил алейхиссалам бір күні аңға шығып кетеді. Меккенің айналасы аңдарға толы болған дейді сол кездерде. Сөйтіп аңға шыққан кезінде Ибрахим алейхиссалам Меккеге келеді екен, баласының қал жағдайын білуге.
Себебі бірінші мына үйленгеннен кейін арада бір шама уақыт өткен кезде, Исмайылдың некесінен кейін бір шама уақыт өткен кезде Ажар анамыз дүниеден өтіп кеткен екен. Сол Меккенің жанында жерленген Ажар анамыз. Сол хабарлармен Исмайыл алейхиссалам келген сәтінде үйінде баласы жоқ екен. Үйіне келеді, келінге сәлем айтады, сәлем жолдап, кейін жағдайларын қалай деп сұрайды. Ана келін Ибраһим алейхиссаламға жағдайларының мүшкіл екендігін, яғни тағдырға наразы сөздерін айтады. Сонда Ибраһим алейхиссалам айтады: сен күйеуің келген кезде оған менен сәлем жолда дейді, бірінші. Екінші, оған айт, босағасын ауыстырсын деп айт дейді. Табалдырығын ауыстырсын деп айт дейді. Сөйтеді де Ибраһим алейхиссалам өзі қайтадан Шамға қарай кетеді. Исмайыл алейхиссалам үйіне келсе, әкесінің иісі шығып тұр дейді. Сонда әйеліне айтты: біреу келді ме үйге деп айтады дейді. Я бір жаңа ақсақал келді үйге. Не деді? Жағдайымыз сұрады. Мен жағдайымыздың қалай бар, солай мүшкіл екенін айттым оған. Ол не деді? Ол саған сәлем жолдады, және айтты, босағасын ауыстырсын деп айтты дейді. Ол келген менің әкем болатын деп айтты дейді. Ол келген менің әкем Ибраһим еді. Демек, сенің осы сөздерің үшін әкем не істеді? Сені талақ қылуымды насихат етіп кеткен екен ғой дейді. Өйткені ондай ұрпақтан шықпау керек болып тұр да, көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ондай ұрпақтан шықпау керек болып тұр. Сонымен ол жаңағы әйелін талақ қылады. Кейін дәл сол рудағы үлкен ақсақалдарының бірі, басшыларының, ақсүйектердің бірі Мудоттың қызы Ра'ла деген қызды алады екен. Исмайыл алейхиссалам Мудоттың қызы Ра'ланы некесіне алады екен. Дәл осы оқиға қайталанады. Әдеттегідей аңға кеткен кезінде Ибраһим алейхиссалам үйіне келді дейді. Сондай бір аққұба, сақалы ақ, өте нұрлы кісі болған дейді. Үйге келіп жағдайды сұрады дейді. Сәлем беріп жағдайды сұрап, сөйтіп айтқан кезде келін айтты дейді: жағдайымыз жақсы, Аллаға шүкір деп айтты дейді. Аллаға шүкір, жағдайымыз жақсы деп айтты. Күйеуім аңда. Әкелген несібесімен жаратып отырмыз, Аллаға шүкір деген кезде Ибраһим алейхиссалам іштей разы болды оған. Не жеп отырсыңдар деді ғой Ибраһим алейхиссалам. Сонда ол айтты: ет пен нан жеп отырық деп айтады дейді. Ет пен нан жеп. Негізінде олай болмауы мүмкін дейді. Ол бірде бар, бірде жоқ дейді негізінде. Бірақ сондай шүкірлігіне риза болып, Ибраһим алейхиссалам: Алла сендердің еттеріңе де, нандарыңа да береке берсін деп айтты дейді. Сонда кейін айтады ғой, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадистерінде айтады: егер де сол кезде жаңағы Исмайылдың әйелі дейді, үйде бидай да бар деп айтқанда дейді, жаңағы дәнді дақылдар бар деп айтқан кезде, Ибраһим алейхиссалам оларға да береке тілеп дұға қылатын еді. Сол кезде Меккенің айналасы толған дәнді дақылдар өсетін мекенге айналатын еді дейді. Бірақ олай болмай қалды. Сонда қазір күйеуің келгеннен кейін күйеуіңе айт деп айтты дейді. Күйеуіңе айт, менен сәлем жолдап, кейін босағасын бекітсін деп айтып жатыр деп айтты дейді. Әйел таң қалып қалады, келін. Сонымен Ибраһим алейхиссалам қайтадан кетеді. Кеткеннен кейін Исмайыл үйіне келсе, әкесінің иісін бірден байқайды. Біреу келді ме үйге деп айтады дейді. Я бір аққұба, өте бір нұрлы шал келді үйге. Ақсақал келді. Не деді? Саған сәлем жолдады. Тағы не деді? Жағдайымыз сұрады. Жағдайымыздың бәрі Аллаға шүкір жақсы деп айттым. Бізге береке тіледі асымызға. Және не деді? Және күйеуіңе айт, босағасын бекітсін деп айтты дейді. Әкем сенімен бірге өмірімді жалғастыруды насихат еткен екен деп айтты дейді Исмайыл алейхиссалам. Сөйтіп осы некеден, Исмайыл мен Ра'ланың некесінен 12 ұл, бір қыз дүниеге келген дейді. 12 ұл, бір қыз дүниеге келген. Сол 12 ұлдың ішіндегі 10 ұлдан бұлар шашырап кеткен дейді. 10 ұлы, енді кейбіреулер көп таралмаған деп айтады. 10 ұлдың ішіндегі 2 ұлынан көп ұрпақ тараған екен. Оның біреуі Нәбіт, екіншісі Қайдар екен. Нәбіт бұл қазіргі Иордания жеріндегі Петра деген қала бар, үлкен таулардың арасына салынған, қазіргі әлемнің 7 кереметінің біріне кірді. Сол қаланың тұрғындары осы Нәбіттің ұрпақтарынан шыққан, шөберелерінен шыққан кісілер екен. Мемлекет құрған.
Ол жерге Александр Македонский Ескендір Зулқарнайдың өзі келген екен соғысуға. Ал Қайдардан, мінекей, бізге маңыздысы кім? Қайдар екен. Бізде атақты қазақта ғалым кісілер бар ғой, Мұхаммед Қайдар Дулати деген. Қайдан алынған екен? Демек, Исмаил алейхиссаламның ұлдарының атынан алынған екен. Біздің қазақтың атауларының көбісі ата-бабаларымыздың осындай діндегі нәрселерден алынған екен. Сол Қайдардан араларынан бірнеше ұрпақ келіп, кейін Аднан деген кісі шығады екен. Аднан деген кісі шығады. Дәл осылай Аднан мен Ибрахим алейхиссаламның ортасы, Исмаил емес, Аднан мен Ибрахим алейхиссаламның ортасында 40 ата бар дейді. Қайдар мен Аднанның арасында демек 37 немесе 38 ата болған дейді. Кетті ғой. Бұларды енді не деп айтады тарихта? Арабул мустаараба деп айтады екен. Араптанып кеткен арабтар. Негізі араб емес, бірақ араптанып кеткен арабтар. Исмаил сол тайпада өсті, Журхумда, сол жердің қызын алды, содан ұрпақтар шығып, араптанған арабтар деп аталып кетті дейді. Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил екеуі кездескен кезде біраз уақыттан бері бір-бірін көрмеген да. Сондай бір екеуі қатты жаңағы мейірлене құшақтасты дейді. Әкенің балаға, баланың әкеге қандай жасауы керек болған мейірімін екеуі көрсетті дейді. Демек, қатты бір сағынышын басып екеуі құшақтасқан екен да. Содан кейін баласына айтты, ей балақайым, Аллах тағала біз екеуімізге осы жерден үй салуды бұйырды дейді. Қандай үй ол? Аллах тағала Құран кәрімде Инна аувала байтин уди'a лин-нас лаллази бибакката мубарака ва худан лил-аламин дейді. Жер бетінде тұңғыш рет ғибадат үшін және адамдарға тура жол көрсету үшін салынған құлшылық үйі Қағба, яғни қайда дейді? Меккеде деп айтты дейді. Осы жерден тұра тұрамыз да мына сөздерге анықтама беріп кетейік. Араб деп айтып жатырмыз ғой жаңа, араб жоқ болып кеткен арабтар, кәдімгі таза арабтар, кейін араптанған арабтар деп үшке бөлдік па? Араб деген сөз қаяқтан шыққан десек, араб деген сакану сахрауи дейді. Яғни шөлді аймақтың тұрғыны деген мағынаны береді екен. Араб деген сөз. Мәкка деген сөз ше, Құранда Алла тағала Мәкка әл-Мукаррама деп айтады, Мәкка деп айтады, және Бәкка деп айтады. Мына жерде би-Бәккатәл мубарака деп айтады. Мекке, Бәкка бұл екеуі бір қаланың аты. Ғалымдарымыз, тіл ғалымдары имам Салах Халиди деген үлкен доктор кісінің кітабында пайғамбарлар тарихы деген сөздерге анықтама берген да. Ғалымдардың басым көпшілігінің Мәкка деген сөзге берген анықтамасында ол сору, жұту деген мағынаны береді дейді. Ол нені сорып жұтады? Қазір келеміз. Бәкка деген ше, мойнын үзу деген мағынаны береді дейді. Тадуқуғануғу дейді. Мойнын үзу. Ал Кааба деген сөз төрт бұрышты жоғарғы жердегі мекен дегенді береді дейді. Қағба көрдіңіздер, демек Ибрахим алейхиссалам Қағбаны салған кезде қандай қылып салған екен? Төрт бұрышты қылып салған екен. Аллах тағаланың әмірімен солай салынған. Енді қараңыздар, Мәкка. Қашан ол Мәкка болады? Адам егерде қажылыққа келген кезде күнәларынан тазару үшін, Алладан кешірім тілеу үшін мақсатымен келген кезде не болады ол? Ол Мәкка болады дейді. Яғни күнәларды сорып тазалайтын мекенге айналады дейді. Дұрыс па? Қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деген жоқ па? Демек адам не істеп шығады? Тазаланып шығады. Анадан туылғандай пәк болып шығады ол жерден. Қашан ол Бәкка болады дейді? Қашан ол жерге қарай, ол үйге қарай қастандық жасалынатын болса, онда ол Бәккаға айналады дейді. Үзіп алады дейді мойындарды. Мысалға, піл оқиғасы. Қандай мақсатпен келді? Құлшылығы мақсатымен келді ме? Жоқ. Қирату мақсатымен келді. Аллах тағала өздерін жермен жексен қылып жіберді. Ертең келеміз оған иншалла. Міне сол Қағбаны, қасиетті Қағбаны Ибрахим алейхиссалам төрт бұрышты қылып тұрғызды дейді. Баласы Исмаил не істеді? Исмаил алейхиссалам тас тасып тұрды дейді. Сол тастарды қалап жатқан кезінде Ибрахим алейхиссаламның аяғының астына қойған бір тасқа аяғының ізі қалып қояды. Оны не деп айтады бізде? Мақам Ибрахим деп айтады. Қасиетті Қағбаға барсаңыздар, мына тауаф қылып болғаннан кейін 2 ракағат намаз оқу, жаңағы Мақам Ибрахимде 2 ракағат намаз оқу пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннеті.
Және мына бойындай болып көтерілген кезінде Ибраһим алейхиссалам баласын айтты дейді. Балақайым, яғни Исмаилге айтып жатыр, мына бұрышты өзгеше, бұл басқаша қылғым келіп тұр дейді. Басқаша бір тас алып келші тауып дейді. Осы бұрышты басқаша қылғым келіп. Сөйтіп Исмаил алейхиссалам тасты іздеп Меккенің айналасын бәрін тас таппайды, әке таппадым деп келсе, әкесі сол бұрышқа тас қойып қойған дейді, жарқыраған. Ол қандай тас? Қара тас. Жәннаттан түскен асыл тас дейді оны. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ол негізінде сүттен аппақ болған дейді. Адамдардың қараюымен, күнәлардың көбеюімен ол қарайды дейді. Сол сияқты мақам Ибраһим бар ғой. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, мақам Ибраһим мен мына қара тастың нұрын Алла көмкеріп қойған дейді. Алла көмкеріп. Егер де екеуінің нұрын ашып жіберетін болса, күллі жер бетін нұрға бөлейді дейді екеуі. Мақам Ибраһим мен жаңағы қара тас бар ғой, күллі жер бетін нұрға бөлейді деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деген хадистер бар екен. Сол қағбаны салып бітіріп, жаңағы құрылысын тамамдап жатқан кезде не деп айтты дейді? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ деп айтты. Екеуі Аллах тағаланың бұйрығымен Алланың үйін салып жатыр. Аллах тағаланың бұйрығымен салып жатыр. Сонда да не деп айтып жүр дейді? Ей Раббымыз, бізден қабыл етшімін деп айтады дейді. Бізден бұны қабыл етші, ақиқатында сен естуші және барлығын білушісің ғой деп айтады дейді. Және не деді Ибраһим алейхиссалам осын салып жатқан кезінде? Раббана ва баъаth фихим расулан минхум ятлу алейхим аятик. Міне біздің негізгі айтуымыз керек болған нәрсе осы еді ғой, келдік ақырында. Айтты ма, мен атам Ибраһимнің дұғасымын деді ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Қай кезде дұға қылған екен? Қағбаны салып жатқан кезде дұға қылған. Ей Раббымыз деп айтты Ибраһим. Бұлардың өздерінің арасынан, осы жердің өздерінің тұрғындарынан сенің аяттарыңды оқитын пайғамбар шығар деп айтты. Елші шығар деп айтты дейді. Осы жердің тұрғындарынан шығар елші. Ва юаллимухумул китаб. Және ол кітапты үйрететін болсыншы деп айтады дейді. Кітап не ол? Аллах тағаланың Құраны. Уал хикма. Даналықты үйрететін, күллі діннің ілімін, даналықты үйрететін пайғамбар, елші шығаршы деп айтты дейді. Ва юзаккихим. Және оларды тазалайтын дейді. Неден тазалайтын? Аллах тағалаға серік қосудан тазалайтын, және олардың жандары мен жүректің дерттерінен тазалайтын елші шығаршы деп дұға қылып жатыр екен да Ибраһим алейхиссалам. Мінекей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадис осы күні қылған Ибраһимнің дұғасы екен. Енді түсінікті болды, неге Ибраһимнің оқиғасын айтып жатыр деген сияқты сұрақтар туылуы мүмкін ғой. Ибраһим алейхиссаламның оқиғасын, өмірін айтудағы мақсатымыз осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қылған дұғасын айтуымыз еді ғой. Міне келдік сол. Иннака антал азизул хаким. Ақиқатында сен өте үстем және күллі даналықтың иесісің дейді Ибраһим алейхиссалам. Осылайша қағбаны салып бітірді. Қағбаны салып бітіргеннен кейін Ибраһим алейхиссалам 3 күн бойы бір түсті қайта-қайта көрді дейді. Түсінде баласын бауыздап жатыр екен да. Түсінде баласын бауыздап жатыр. Сонымен баласына келіп айтты ғой, бұл түс пайғамбарлықтың бірнеше бөліктерінен болған бір бөлік, 40-тан бір бөлігі деп айтады. Түс көру, қайта-қайта түс көру уахидың бір бөлігі екен да. Сонымен Ибраһим алейхиссалам баласына айтқан кезде, я абати ифъал ма туъмар дейді. Ей әкетайым, өзіңе бұйырылған нәрсені істе деп айтады. Мені сабырлы құлдардың қатарынан табасың, иншалла дейді. Иншалла дейді. Егер Алла қаласа, мені сабырлылардан қатарынан табасың дейді. Неге? Өйткені мен қазір сабырсыздық танытып қоюым мүмкін. Егер Алланың тауфиқ сәттілігі болмаса деп жатыр ғой Исмаил. Сөйтіп оны апарып, жолда кетіп бара жатқан кезде шайтан азғырады қайта-қайта дейді. Оны таспен атқылайды. Міне көрдіңіздер ме? Қажылықтың рәсімдері орындалып жатыр. Кеше Ажар анамыз Сафа мен Марваның арасында жүгіріп, қажылықтың бір рәсімін, умраның бір рәсімін өтеген, жаңағы бекіткен болатын. Бірақ ол кісі жүгіріп жүрген кезде соны бекіту үшін жүгіріп жүр ме? Жоқ. Аллах тағала солай болуын қалады. Сөйтіп жолда жаңағы Мина жазығына апарып, Исмаилді бауыздаған кезде пышақ өтпей қалды дейді Аллах тағаланың қаламы. Аллах ва надайнаху айя Ибраһим. Біз ей Ибраһим деп дыбыстадық дейді Аллах тағала Құран кәрімде. Сөйтіп оны
ұлы бір құрбандықпен сүйіншіледік. Қандай ұлы құрбандық? Оған жаңағы бір қошқар түсірген дейді. Тағы не болып жатыр енді? Тағы қажылықтың рәсімі болып жатыр. Құрбандық шалу деген. Сонымен құрбандыққа әлгі қошқарды шалды да, Аллах тағала екеуінің қандай ұлы дәрежедегі, қандай ұлы сынақтан өткендігін Аллах тағала Құранда екеуін де мақтан етеді. Аллах тағала Ибрахимді де, оның ұлы Исмаилді де екеуін де мақтан етеді Құран кәрімде. Оны күллі әлемге, қияметке дейінгі келетін ұрпаққа оларды мақтан қылып қойдық деген аяттардың мағынасында келеді екен. Қандай ұлы сынақ? Өзің балаңды өзің құрбандыққа шаласың ба? Аллах тағала өзінің баласын өлтіруді қалады? Жоқ, сынақ етті бұның барлығы. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде не дейді? Ең ұлы сынақтар пайғамбарларға келеді дейді. Қой, мен баламды мауыздай алмаймын деп айтуы мүмкін бе? Бірақ өтті сынақтан Ибраһим емес. Одан кейінгі сынақтар иманға байланысты келеді дейді. Ғалымдарға, одан кейін ізгілерге деген сияқты. Міне осылайша сол жерде жаңағы Журхум тайпасымен Қайдардан қалған ұрпақтар тарап жатты. Ибраһим алейхиссалам осы қажылықтың рәсімдері бекітілгеннен кейін жаңа Қағбаның жанына келіп күллі адамзатты қажылыққа шақырды дейді. Оны қияметке дейінгі келетін бүкіл адамзат естіді дейді. Қабыл алды дейді. Дұрыс па? Қазір жүрегіміз неге соғып тұрады Мекке, Мәдина деп? Аллах тағала Ибраһим алейхиссалам шақыруын жеткізген барлығымызға. Қазір Абраха деген біреу шақырады ғибадатханасына, бірақ ешкім бармайды да оған. Мына жақта Ибраһим алейхиссаламға шақыруына қабыл алған екен адамдар. Сонымен Ибраһим алейхиссалам Құран кәрімде 25 сүреде есімі 69 рет келген Ибраһим пайғамбар, Абул Амбия, күллі пайғамбарлардың атасы болған Ибраһим алейхиссалам қайтадан Шам жеріне кетті дейді. Шам жеріне барған кезде Аллах тағаланың екі періштесі оны сүйінші хабармен сүйіншілеп келді. Қандай сүйінші хабар? Исхақ деген ұлмен сүйіншілеп келді дейді. Ибраһим алейхиссалам өзінің үйінде қонақ болмаса тамақ ішпейтін адам екен да. Көшеде кетіп бара жатқан біреуді қонаққа шақырып алып тамақ қылып, ас қылып береді екен. Жаңағы ас дайындап береді екен. Сондай күндердің бірінде үйіне екі ер адам келді дейді. Негізі ол екеуі адам кейпінде келген періштелер дейді. Сөйтіп дастарға Ибраһим алейхиссалам ауа дейді, аңқылдап қалған сондай кісілер болады ғой, жүгіріп жүретін қонақ. Сондай кісі болған екен Ибраһим алейхиссалам. Ана екеуіне деген жаңа бұзауды сойып, дастархан жасап қойса екеуі жемейді дейді. Сөйтсе олар періштелер екен. Біз саған сүйінші хабармен келдік дейді. Сараны Исхақ деген ұлмен сүйіншілуге келдік дейді. Сара анамыз сол жерде жүр ғой. Ойбай дейді, қалай болды деп айтады дейді. Жасы өйткені оның 80 мен 90-ның арасында дейді. Демек, бала көтеру себептері тоқтаған әйел дейді. Ол қалай болды деген кезде не деп айтты дейді? Бұл Аллах тағаланың әмірі деп айтады. Оның күш құдіреті әр нәрсеге толық жетеді. Аллах тағала Исаны әкесіз Мариям анамыздан шығарған. Аллах тағалаға еш нәрсе емес ол. Аллах тағаланың құдіретіне ол еш нәрсе. Аллах тағала бізді жоқтан бар етті ғой. Аллах тағала бізді жоқтан бар етті. Қайттан жоқ қылып, қайттан бар ете салады Аллах тағала. Оған толық күш құдірет жетеді Аллах тағаланың. Міне сол Сара анамыздың себептері тоқтаған сәтінде де оны Исхақ деген ұлмен сүйіншіледі дейді. Сөйтіп жаңағы періштелер екі хабармен келген екен. Біріншісі осы сүйінші хабар, екіншісі не дейді? Біз Лоттың қауымына келетін үлкен азап, апатпен келіп тұрмыз деп айтты. Сонда Ибраһим алейхиссалам, "Ей, сәл кешіккенсеңдер болмай ма?" деп айтады дейді. Жаңағыдай ғой қасқанды. Уайымшыл, "Ей, кешіккенсеңдер болмай ма?" деп айтады дейді. Мүмкін бір-екі адам иманға келіп қалар дейді. Демек Ибраһим алейхиссаламға оның хабары жеткен. Лоттың қауымы мына жердегі Садум деген. Сол Ибраһим алейхиссаламға жақын жер. Садум қауымында өмір сүріп жатыр. Олар жер бетіндегі тұңғыш күнәні жасады. Қандай күнә? Еркек пен еркектің бір-біріне жақындасуы деген күнәні жасады. Міне біздің елде де шығып жатыр солар. Дәл осылар тоқтамайтын болса, ертең Аллах тағаланың келетін апаты бізге жақындай түседі. Оны тоқтата алмасақ, онда бізге ол жақындай түседі. Сонымен періштелер айтты, "Ей Ибраһим, біз өзімізге бұйырылғанды ғана істейміз" деп айтты.
Аллах тағала бізге бұйырды, соны істеймін. Сөйтті де Ибраһим алейхиссалам үйінен бір сүйінші хабар, бір қорқынышты хабармен кейін шығып кетті де Луттың қауымына барды дейді. Еркектің кейпі. Луттың қауымында аналарды, ең сымбатты еркектерді көрген кезде, Луттың үйіне кірген кезде, "Ей, Лут, үйіңдегі тазаларды шығар" деп айтады дейді. "Үйіңдегі пәктерді шығар" деп айтады дейді. Сонда Лут сыртқа шығып, "Айналайындар, мен қызым бар ғой, қызымды алсаңдаршы" деп айтады. "Ей, Лут, сен бізге кімнің керек екенін білесің, ана еркектерді шығар үйіңдегі" деп айтады дейді. Сонда Лот айтқан екен да, "Ай, менің артымда тұратын туысқандарым болғанда ғой" деп айтқан екен да. Неге деп айтты? Өйткені ол мына Бабыл жерінен, Ефраттың жағасында туып өскен. Кейін Ибраһим алейхиссалам бірге иман келтіріп, осы жерлерге Аллах тағала оны пайғамбар етіп таңдаған екен. Сонда періште айтты, ей кім Лот, ешқандай қамықпада мойыма, таңсәріде өзіңе иман келтірген адамдарды алды, арттарына қарамастан шығып кетіңдер деді. Дәл осылайша Лот таң атқан сәтте өзіне иман келтірген кісілермен бірге қаладан шығып бара жатқан кезде таңсәріде Аллах тағаланың азабы, апаты келді дейді. Оларға бірінші соқырлықты жіберді, кейін оларға жаңағы қалаларын сілкінтіп құлатты, жерден көтерді, көкке дейін апарып қайтадан сол көкте періштелер оларға күйдірілген тастар атып, әрқайсысының аты аталған төңкеріп жердің астына келіп қайтадан қадады дейді оларды. Құранда айтады, олардың үстерінен жаңбыр жаудырдық дейді. Сол мекен Лоттың мекені қазіргі өлі теңіздің айналасы. Қазіргі өлі теңіздің айналасы. Я адам бата алмайды, я жәндік жоқ, ештеңе жоқ. Сондай бір ғибрат ретінде қалған мекен екен да. Жоқ болып кеткен. Бұл мына Шам жеріндегі болып жатқан оқиғаларға аз-маз тоқталып кетіп жатырмыз. Енді оңтүстікке қарай қайтадан Мекке жеріне қарай қайтамыз. Мекке жерінде Исмаил алейхиссалам, ол кісінің есімі Құран кәрімде 12 мәрте аталған 8 сүреде дейді. Со Ибраһим алейхиссалам 200 жасына келген кезде дүниеден өтті дейді. Одан кейін 137 жасына жеткен кезде Исмаил алейхиссалам дүниеден өтті. Меккенің билігі кімде еді? Меккенің билігі Исмаил бар кезде Исмаилде еді. Өткен Жүрхум қандай келісім? Біз тек несібеміз судан ғана болады деп келісті ғой ажар-анамызбен, дұрыс па? Енді Исмаил дүниеден өткеннен кейін Жүрхум тайпасы Исмаилдің балаларының әлсіздігін пайдалана бастады дейді. Мына Қайдар бар ғой, Қайдар және одан шыққан ұлдардың әлсіздігін пайдалана бастап, күндер, айлар, жылдар өткен сәттерде Меккенің билігін Исмаилдің ұлдарынан тартып алды дейді. Осылайша Меккені олар 20 ғасыр бойы биледі дейді. Қасиетті Кағба және Зәмзәм суының айналасындағы биліктің барлығын Жүрхум тайпасы 20 ғасыр бойы биледі дейді. Енді бұл Жүрхум тайпасы істері бұзылып, арамдықтары көбейіп, ана келген қажылардың түскен ақшаларды харам нәрселерге жұмсап жатқан сәтінде бір тарихта үлкен оқиға болады. Ол оқиғаны иншалла келесі сабақта айтамыз. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк.